Қазақстандағы қайта құру саясаты кімнің есімімен тікелей байланысты? Михаил Горбачев қайта құру саясатын жүзеге асыру үшін қандай шаралар қолданды? КСРОда 80-ші жылдардың ортасына қарай қандай экономикалық жағдай қалыптасты? Мемлекетте демократияландыру саясатын жүргізудің Қазақстан үшін жағымды жақтары болды ма? Қайта құру бағытының нәтижесі қандай болды? КСРОның ыдырауына не себеп болды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстандағы қайта құру саясаты кімнің есімімен тікелей байланысты? 1985 жылы наурызда КОКП орталық комитетінің бас хатшысы болып Михаил Сергеевич Горбачев тағайындалды. Ол қоғамды демократияландыру негізінде қайта құруды жүзеге асыру үшін жаңа бағыт ұсынды. Бұл бағыт тарихқа қайта құру саясаты деген атпен енді. Қайта құру саясатының мәні елдің әлеуметтік экономикалық дамуын жеделдету, қоғамдық өмірдің барлық салаларын демократияландыру, жариялылық ұстанымдарының болуы еді. Михаил Горбачев қайта құру саясатын жүзеге асыру үшін қандай шаралар қолданды? Қайта құру бағыты 1986 жылғы КОКП-ның 27-ші съезінде мақұлданды. Сонымен партия елді жаңару бағытына бастауға міндет алды. Қайта құру ешқандай бағдарламасыз, ғылыми айқындамасы жүргізілді. Бұл бағыттың болжамдары көп болды. Қайта құру бағыты алғашқы кезден сәтсіздікке ұшырады. Бұған Мәскеуде Виктор Гришин, Ленинградта Григорий Романов, Қазақстанда Дінмұхамед Қонаев, Әзірбайжанда Гайдар Әлиев сияқты басшылар кінәлі деп шешілді. Осылайша, Михаил Горбачевтың қайта құру бағыты мемлекетті аса ірі дағдарыстан құтқара алмады. КСРОда 80-ші жылдардың ортасына қарай қандай экономикалық жағдай қалыптасты? Экономикалық бағытты дамыту міндеті Ресей қаржыгері КСРО министрлер кеңесінің көмекшісі қызметін атқарған Леонид Абалкинге жүктелді. Енді КСРО экономикасының нарықтық экономикаға көшіруді мақсат еткен 500 күн атты бағдарлама қабылданды. 1989 жылы барлық сатып алу тауарларына карточкалық жүйе енгізілді. Бұл қомақты қаржыны жоғалтуға соқтырып, экономикада гиперинфляция орын алды. Жоспарлы экономикаға нарықтық жүйені енгізу шарасы сәтсіз аяқталып, керісінше дағдарысқа әкеліп соқты. Мемлекетте демократияландыру саясатын жүргізудің Қазақстан үшін жағымды жақтары болды ма? Қазақстандағы қайта құру саясатына ашық қарсылық білдірген кеңестік жүйенің оппоненттері партия басшылығына наразылықтарын білдіріп, ашық шерулерге шығып отырды. Көптеген саяси партиялар құрылып, КСРОда ұлтаралық қақтығыстар басталды. Оған мысал ретінде желтоқсан көтерілісі, Невада Семей қозғалысын алуға болады. Қайта құру бағытының нәтижесі қандай болды? Михаил Горбачев орталық комитеттің бас хатшысы қызметінен бас тартты да КОКП-ға өзін өзі таратуды ұсынды. КСРОның ыдырауына не себеп болды? Бірінші себеп КСРОның экономикалық жағдайына әсер еткен жаппай әскери қарулану әрекеті. Екінші себеп экономиканың техникалық жағынан артта қалуы. Үшінші себеп КСРОда ұлтаралық қақтығыстардың орын алуы. Билік ұлттық мәселені шешуде дәрменсіз екенін көрсетті. Төртінші себеп орталық пен жекелеген республикалар арасындағы байланыстың үзілуі. Бесінші себеп КСРО құрамындағы мемлекеттердің одақтан шығатындары туралы мәлімдеп, тәуелсіздік алуға ұмтылуы. КСРОның ыдырауына қайта құру бағыты кезеңіндегі сәтсіз реформалар өз әсерін тигізді деп қорытындылауға болады.